Батялардың әңгімесі. Тұр, тұр. Есің алдын ана КамАЗбен тасып жүріп жатырмын, үйдің алдын бұзып екі бөлмесін қосамын шей. Тұр деймін. Қуаныш баба, ертең істейікші баба. Күнде жұмыс істей бермей ұйықтайықшы. Мол сұғыл. Мына бір бәлелерге кіріп кетті ғой, мынау дүйсенге звондай қойынды. Ой, папа, қайта көрсете берем ба? WhatsApp-қа крестіп звондай саласың міне. Айқайлама жоқ, тұғаймай. Бір ұрса бересің, айқайлап бірдеңе болса. Бір кеттар. Дүйсен қалай? Бұлар білмеймін бұлар ертең кім болады шешесі. Салбырап, шіләң ұқсап жүр ғой. Біздің кезімізде полияға шығып мал бағып таңнан кешкен, оны істесе өліп қалатын жар бұлар шешесі. Жақсы көрем ғой. Жақсы көрем ғой. Бол папа, демалсаң. Қанатқа звонда бір жартысын алып келем. Бәрін еттен папа, сіз атып ұйықтай тұрыңыз. Антымақ! Ау! Шақырмамаң. Шақырмайсыңдар ғой сендер. Шақырмай үйдіресіңдер ғой. Алло, проблема центр тыңдап тұр. Біреу ұрып атыр. Обратно ұрсаңызшы енді. Құлады ма? Бұл сізді ұрған кезде обратно ұрып отырасыз ғой. Алло, мелодия тыңдағым келіп тұр. Ғасырлық мұң жүрегімде жайғанла. Алло, саламатсыз ба? Қызым қалаулымға барады дейсіз ба? Үйде пистолет бар ма артық? Басына 10 рет ата тұрыңыз, сосын бармайды ғой. Алло, қызым дұрыс тиісе алмайды. Аман жол 13-ке жүрсеңші біздің адреске. Алло, срочно ақша керек болып тұр. Срочно жұмыс істесейсің. Алло, қолтығыма жара шыққан. Қолыңызды көтеріп жүрсеңізші. Ашытпайды, вообще дым болмайды. Қарап тұра берме, көмектессек кішкене. Мен негіз бар ғой, миыммен психологически көмектесіп отырмын ғой саған. Кәні көрсетсек кішкене, көріп. Физически көмектессек. Көрдің? Сен мен психологически көмектесіп. Не? Бір апта қалды ғана бітірмейсіздер ма объекті? Не істеп тұрсың жұмыс істемей, әңгіме етіп? Бас екен мен жұмыс істеп отырмын. Қарның салақтап, не істеп тұрсың бүйтіп? Әңгіме етіп, істесейші жұмысты. Қарным жоқ қой, ешкім болды ғой жұмыс істеп жатқанымда. Қарасаңшы, бас екен көріп тұрсыз ғой. Өзіңіз айтсаңшы, мен бас екен, мама бас екен. Болмаса шықсын жұмыстан. Болмаса жұмыстан шық онда. Қарның салақтама, кетті ғой жұмысты, құрбан, басқа жұмыста бар. Бейтін айтсаңшы. Кет құрып. Маған бас екен ұрып өлтірем ғой мен. Бір ауылдың түлеп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізде Нәзік бас, маевкада. Зарина рахмет, тамағың күшті болыпты. Етін мен ғой қуырған. Әжемді өрмекші туралы жүрміз. Өрмекші? Өрмекші? Алтсанан жынды қызға человек болып кетесің. Жігіттер неқа кірмей татындаш, біз қыздар болып кино атыр екен ма? Я. Кіріп қоймаңдар, ұятты. Кейін алайық. Бүгін баняға барамыз, барасың ба? Неге барамыз? Мана сен күштерім ма? Я. Ма секунду екен, Я. Табышқы сияқты екеуі. Табышқы. Аяққа кеттің, табышқы ше? Алдындағын істедің, ақ келдің ба? Әкелдің? Қайын. Өзіңе керегіміз ба? Жоқ, енді өзімден андай ға. Сен осы ЛГБТ дегенге қарсысың ба? Конечно, братан, адам еркек болып келді ма өмірге? Еркек болып кету керек та ол. Дұрыс па? Пікірлер жайын ба? Ту, кәпір, я жайдық қой, не болды саған қайта. Жаздағы әңгімелер. Күн жанып кетті, осы кезде бір бассейн болса, гүмп етіп кіріп кетеді. Мұздай сарғаша болып жататын болып тұр ғой үйде. Осымда күннің ыстығында стройка бастаймыз дейді, батя, ема. Айтпаш, біздің үйде де времянка саламыз деп ата, стяжка қиямыз. Асарға балдар чақырайды да. Сөйтеміз ғой, ана жанып тұр ғой, кешкісін істеу керек не? Досым ойласын, мұндай ыстықта ше, қыздардың макияждары былайнап ағып, маскалары шешіліп жатқан жері. Смело бар еді. Қарсайшы. Жақсы досым, үйге барып терезелерді қараңғылап, кондиционер қосып, ұйықтап қалу керек болып тұр. Кешкісін жолғамыз бұнда? Кешке жолғайды, күн батқаннан кейін, а то невозможно жүру. Ма досым, машинаң кіші баня болып тұр ғой. Терезелерді аш. Банальный адамдар көп, я. Wi-Fi пароль қандай еді? 1-ден 8-ге дейін ғой.
музыкалардың бәрі ескіріп кетқандай новый әндер бар иә бүркіттің қыздар ай брат шетелге қай жаққа шығуға болады? дубайға қатының жүкті болып тұр құтты болсын ұл ма қыз ба гендер пати жасаймын ғой сол кезде келсей айтпақшы досым, қызыма сөз салайын деп отыр екенсің ғой. короче блогерлердің бәрін жинаймын да қызым көзін жұмып келеді короче көзін ашамыз и тұрамын да сөз саламын ғой блогерлер бәрі